Ертең жаз басталады, күн жылынады, жеміс-жидек мол болады, бәрі жақсы сияқты. Бірақ дәл осы кезде сіздің денеңіз күзге, суыққа, ауруға дайындалып жатыр. Және егер сіз осы жазда белгілі бір тағамдарды жемесеңіз, күз келгенде денеңіз сізді алдайды. Суық тиеді, буындарыңыз сырқырайды, қысымыңыз секіреді, шаршағаныңыз кетпейді. Сәлеметсіздер ме, қадірлі көрермендер? Мен Нұрөке дәрігер. Бүгін мен сізге айтатын нәрсені көп адам білмейді. Жаздың өзінде денені күзге дайындау керек екенін ешкім айтпайды. Дүкенде дәрі сатушылар айтпайды. Тіпті кейбір дәрігерлер де айтпайды. Бірақ мен бүгін сізге бәрін ашық айтамын. Және ең маңызды нәрсені мен соңында айтамын. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыз. Ол бір нәрсе сіздің бүкіл күзіңізді өзгертеді. Алдымен мен сізге бір сұрақ қояйын. Сіз жазда қандай тағам жейсіз? Кәуап, самса, майлы ет, ақ нан, осылар ма? Немесе жеміс-жидек, жасыл өсімдіктер, табиғи тағамдар ма? Егер бірінші топ болса, бүгінгі видео дәл сіз үшін. Денеміз жазда ерекше жұмыс істейді. Жылы ауа кезінде зат алмасу жылдамдайды. Бірақ бір тағамсыз, бұл жылдамдық денені жанартпайды, керісінше тауысады. Яғни жаз денені толтыру маусымы. Егер толтырмасаңыз, күз бос кіреді. Ал бос кіру дегеніміз не? Бұл суық тиюге бейімділік, буын ауруының күшеюі, жүрек қан тамыры жүйесінің әлсіреуі, ұйқы безінің шаршауы, және ең қауіптісі иммундық жүйенің түсуі. Осы ақпарат пайдалы болып жатыр ма? Лайк қойыңыз және каналға жазылыңыз. Жаңа пайдалы видеолар жиі шығады. Ендеше жазда міндетті жеу керек тағамдарды бастайық. Мен бүгін сізге 6 тағам туралы айтамын. 6. Аса көп емес, аса аз емес. Осы 6-ын жазда жесеңіз, күзде денеңіз мықты болады. Бірінші тағам – қарбыз. Қарбызды жайдан жай жейміз, бірақ оның ішіндегі қуат туралы білмейміз. Қарбызда ликопин деген зат бар. Бұл зат жүрек қан тамырларын қорғайды, қан қысымын реттейді. Және ең маңыздысы иммундық жүйені нығайтады. Жазда жүрек қан тамыры неге әлсірейді? Өйткені жылда тамырлар кеңейеді. Кеңейген тамыр тез шаршайды. Ал ликопин тамырды нығайтады, икенді ұстайды. Сондықтан қарбыз жеген адам күзде жүрегімен мәселе болмайды. Мөлшері қандай болу керек? Күніне 2-3 кесе жеткілікті. Тым көп жесеңіз, іш өтуі мүмкін. Қант диабеті барлар мөлшерді бақылаңыз. Қарбызды таңертең жеу жақсы, кешке жеу жаман. Кешке жесеңіз, ішке беді, ұйқыңыз бұзылады. Таңертең немесе түске дейін ең дұрысы. Бірақ назар аударыңыз, тоңазытқышта ұзақ сақтаған қарбыз пайдасын жоғалтады. Кесілген қарбыз 1-2 сағаттан артық тұрмасын. Қарбыз таңдағанда да абай болыңыз. Базарда қарбызды кесіп сататындар бар, оны алмаңыз. Кесілген қарбызға шыбын қонады, шаң түседі, бактерия тез өседі, ауырып қалуымыз мүмкін. Тұтас, сыртында жарықшақ жоқ, сабағы кепкен қарбызды таңдаңыз. Сабағы жасыл болса, әлі пісіп жетілмеген. Сабағы кеп, қоңырқай тартса, піскен деген белгі. Және қарбызды жерге соққанда, дыбысы күңгірт. Іші тесік сияқты естілсе, дұрыс піскен. Жемішке, қатты дыбыс берсе, әлі шикі. Екінші тағам. Таңқурай немесе қара қарағат. Осы жидектерді сіз базарда жиі көресіз. Бірақ өтіп кетесіз. Қымбат деп, уақыт жоқ деп. Бірақ мен сізге айтайын, осы жидектердің бір кесесі дәріханадан сатып алатын витамин С дәрісінен күшті. Таңқурайда салицил қышқылы бар. Бұл табиғи аспирин. Қанды сұйылтады. Тамырлардағы иындыларды еріту мүмкіндігі бар. Инсульт пен жүрек тоқтауының алдын алады. Қара қарағатта С витамині өте мол. Бір кесе қара қарағат 5 апельсиндегі С витаминіне тең. Сіз соны білдіңіз бе? С витамині. Бұл тек суық тиюден сақтайды деп ойлаймыз. Жоқ, С витамині буындарды қорғайды. Коллаген өндіреді. Жаздан кейін буындары сырқырай бастаған адамдар, жазда С витамині жетіспеген адамдар. Мөлшері күніне жарты кеседен 1 кесеге дейін. Асқазаны нәзік адамдарға тамақтан кейін жеген дұрыс. Үшінші тағам – қияр. Thoughtful қияр суы мол тағам. 90% су. Онда не пайдасы бар деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ дәл осы қасиеті жазда ең бағалы нәрсе. Жазда денеміз суды көп жоғалтады. Пер шығады. Кер арқылы минералдар кетеді. Калий кетеді, магний кетеді, натрий кетеді. Осы минералдар кетсе, жүрек ырғағы бұзылады, бұлшық тырысады, бас ауырады. Қияр осы минералдарды қайтарады және бүйректі тазалайды. Бүйрек тазарса, қан қысымы түсіп қалады, іштің кебуі басылады. Мен сізге бір нәрсе айтайын. Жазда қан қысымы жоғарылаған адамдардың үлкен бөлігі жай ғана сусыздықтан зардап шегеді. Дәрі ішкенше алдымен қияр жеп, су ішіп көріңіз.
Мөлшері күніне 1-2 қияр. Терісімен жесеңіз, одан да жақсы. Қияр терісінде калий өте мол. Осы ақпарат пайдалы болды ма? Лайк қойыңыз және каналға жазылыңыз. Жаңа пайдалы видеолар жиі шығады. 4-ші тағам жүгері. Жүгері туралы біз бұрында видео жасадық, бірақ жазғы жүгері ерекше тақырып. Жаздағы жас жүгері бүйрек жолдарын тазалайды. Жүгері мұртын білесіз бе? Сол мұрты. Жүгері пісіргенде мұртын алып тастайсыз, ал дәрігерлер дәл сол мұртты шуды сынады. Жүгері мұртынан қайнатпа жасаңыз. Бір шүмек мұртты бір стақан суға қайнатып, кез келген уақытта ішіңіз. Бұл бүйрек тасын шығарады, ісінуді басады, қан қысымын реттейді. Ал жүгерінің өзі клетчаткаға бай. Клетчатка – ішектің досы. Ішек жақсы жұмыс істесе, иммунитет күшейеді. Ал иммунитет – бұл күздегі қорғаныш. Мөлшері аптасына 3-4 рет бір жүгері жеу жеткілікті. Тым тәтті жүгері қант диабеті барларға мөлшерді бақылау керек. 5-ші тағам – петрушка немесе укроп. Бұл екеуін біз тамаққа безендіру үшін ғана саламыз. Жоқ, бұл дәрі. Петрушкада А, С, К витаминдері бар. К витамині қанның үю жүйесін реттейді. А витамині көздің, терінің, кілегей қабатының қорғанышы. Ал С витаминін жоғарыда айттым. Укропта эфир майлар бар. Бұл майлар жүйке жүйесін тыныштандырады. Жазда жүйке шаршайды. Ыстық, шу, шаршаудан. Укроп бұл шаршаудан арылтады. Ең маңыздысы – петрушка мен укроп темірге бай. Темір қанның негізгі элементі. Жазда темір жетіспесе, күзде шаршаудан тұра алмайсыз. Бас айналады, ентігесіз, қол аяғы ауырады. Осы екі шөпті тамаққа салып жемей, жай ғана шайнап жеуге болады. Таңертең 5-6 бұтақ жеткілікті. 6-ші тағам – сарымсақ. Сарымсақ туралы да бізде бөлек видео бар. Бірақ жазда сарымсақтың маңызы ерекше. Жазда инфекциялар белсенді болады. Ішек инфекциялары, тамақ улануы, суықтан тигізетін вирустар. Дәл осы кезде сарымсақ ішіндегі алицин затымен барлық зиянды бактериялар мен вирустарға қарсы тұрады. Бірақ назар аударыңыз, сарымсақты пісірсеңіз, алицин жоғалады. Тек шикі сарымсақ пайдалы. Шикі сарымсақты қалай жеу керек? Тамақтан кейін 1-2 тіс. Асқазанда зиян болмас үшін нанмен немесе майлы тағаммен жеміз. Аш қарынға жемеңіз. Және мынаны білеміз, сарымсақты кесіп 10 минут күткеннен кейін жеңіз. Неге? Өйткені кескенде алицин белсенденеді. Бірақ ол белсенделуге уақыт керек. 10 минут күтсеңіз, пайдасы еселеп артады. Ендеше 6 тағамды аттап өттік. Қарбыз, таңғурай немесе қара қарағат, қияр, жүгері, петрушка немесе укроп, сарымсақ. Бірақ мен сізге уәде еттім, ең маңызды нәрсені соңында айтамын деп. Ол не? Бұл тағамдарды жеу жеткіліксіз. Ең маңыздысы суды дұрыс ішу. Жазда адамдар сусында шай, газды су, сок, қымыз деп ойлайды. Жоқ. Тіршілік таза судан. Жазда дене тәулігіне 2,5-3 литр таза су талап етеді. Егер осы мөлшерді ішпесеңіз, жоғарыда айтқан 6 тағамның пайдасы жартылай ғана болады. Неге? Өйткені су барлық заттарды жасушаға жеткізеді. Витаминдер, минералдар, антиоксиданттар бәрі суда еріп қанмен тасымалданады. Су жетіспесе, жасушаға ештеңе жетпейді. Таңертең оянысымен 1 стақан жылы су, асқарынға. Бұл ішекті оятады, бүйректі іске қосады, және денені тазалауды бастайды. Ендеше бүгін не үйрендік? Жазда міндетті жеу керек 6 тағам. Қарбыз, таңғурай немесе қара қарақат, қияр, жүгері, петрушка немесе укроп және сарымсақ. Осы 6-ы күзге дайындайды. Иммунитетті нығайтады, жүректі қорғайды, буындарды сақтайды, қан қысымын реттейді. Бір нәрседен бастаңыз. Ертең таңертең 1 стақан жылы су ішіміз. Кейін қияр жеңіз. Кейін сарымсақ. Бірте-бірте қалғанын қосымыз. Бірден бәрін өзгертуге тырыспаңыз. Осы видеоны жаныңыздағы адамға, анаңызға, атаңызға, достарыңызға жіберіңіз. Олар да білсін. Жазда дұрыс тамақтанса, күзде бірге сау болады. Комментарийден маған жазыңыз. Сіз осы 6 тағамның қайсысын жейсіз, қайсысын жемейсіз? Мен барлық жауапты оқимын. Лайк қойыңыз және каналға жазылыңыз. Жаңа пайдалы видеолар жиі шығады. Денсаулық болсын, ұзақ өмір сүріңіз.